Осы автомобиль жолының 126 шақырымында Қорғас бағытына, яғни шығыс бағытта жібек жолы аталатын барлық қажеттілікті қамтитын заманауи жол бойындағы сервис іске қосылды. Жол бойындағы сервис жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі демалыс алаңында орналасқан. Айналасы жол пайдаланушылардың, туристердің және алыс сапарға шыққан жолаушылардың барлық қажеттілігін қамтиды. Көлік құралдарын жөндеуге арналған эстакада, 30-ға жуық автокөлікті толтыра алатын автотұрақ, беседка және қоқыс жәшіктері орналасқан. Сонымен қатар автомобиль жолының Алматы қаласына қарай бағытында, яғни шығыс бағытта 203 шақырымында тура осындай форматта жібек жолы атты жол бойындағы сервис іске қосылу жоспарлануда. Сервисті кеңейту мақсатында осы ауламызда техникалық жөндеу орталықтарын ашу көзделуде. Одан бөлек мотельдердің ашылуын көздеп отырмыз. Бұл нысанның жалпы алаңы 540 шаршы квадрат метрді құрайды. Біз осы трассаның бойындағы осы шағын маркетке кеп тоқтадық. Негізі демалысқа Көлсай саябағына кетіп бара жатқанбыз. Өте қолайлы жолаушыларға. Туалеті, дәретхана, намазханасы, асханасы барлығы жабдықталған. Таза, өте қолайлы жолаушыларға.